Қазіргі таңда аналардың қыздарына айтуы тиіс ақылы. Жас кезінде Зейнеп Ахметова анамыз анасына шағым айтып барыпты. Сол кезде құрсағы құр жатпаған кешегі дана аналарымыз Зейнеп Ахметова анамыздың анасы былай деп жауап қатқан екен: шырағым, шыққан қыз шиден тысқары, енді сенің түпкілікті тұрағың, түтінін түтетіп, тілеуін тілейтін үйің күйеуіңнің үйі. Бір еркектің ыстық суығына төзе алмасаң, кедір бұдыр мінезін кешіруге кеңдігің жетпесе, жоғын бар етіп, ашылғанын жаба алмасаң, әйел деген ақ жаулықтан садаға кет деген екен. Шынымен де қазақы тәрбиенің тереңіне көз салатын болсақ, қазақ әйелі ерін қай заманда да болмасын өзінен бір саты жоғары қойған. Әйелдердің жақсысы көзің түскенде қуандырып, бұйрығыңа мойынсұнғаны. Үйіңде болмағаныңда ар намысың мен малыңды сақтағаны. Қазақ тарихының өткеніне, бүгініне, немесе болашағына зер салатын болсақ та, әйелдің бақыты ол отбасы. Бұл қалыптасқан қағида.